Қазақ тілі сабағы, тақырыбы түбірлес сөздер. 84-83 беттер. Бүгінгі өтетін біздің жаттығуымыз 22-ші жаттығу. Мәтінге назар сал. Бірінші мәтіннің сұрақтары бойынша талдау үшін ең алдымен 22-ші жаттығудағы мәтінді мұқият оқып шық. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік балалар. Мәтін кім жайлы? Суретші қай жылы дүниеге келген? Еңбек жолын қай жылы бастады? Әбілхан Қастеев өнерден бөлек қандай жұмыстармен айналысты? Мәтінді негізге ала отырып, осы 4 сұраққа жауап беріп көр. Осы мәтінді ұтымды жауап мәтінімен салыстыр. Мәтіндердің ұқсастығы неде? Айырмашылығы неде? Тақырыбы: екі мәтін ұтымды жауап пен Әбілхан Қастеев. Ұқсастығы суретші туралы, айырмашылығы тапқырлығы, ал Әбілхан Қастеев мәтінінде өмір жолы айтылған екен. Енді кесте бойынша әңгімелеп көрейік. Жылдар тізбегі берілген мәтін бойынша қойып шығамыз және дәптерімізге жазып аламыз. 1904 жылы Алматы облысында Жаркент өндірі Шежен ауылында Әбілхан Қастеев дүниеге келді. 1928 жылы Әбілхан Қастеев еңбек жолын Түрксібте қара жұмыстан бастады. 1929-1932 жылдары Николай Худовтың студиясында білім алады. 1944 жылы Қазақстан халық суретші атағына иеленеді. 1945-56 жылдары Қазақстан суретшілер одағының басқарады. Енді осыны балалар көшіріп жазып аламыз. Жаңа ақпаратпен танысамыз. Сурет, суретші, мал, малшы. Сөздерін өзара салыстыр. Олардың түбіріне назар аудар. Сурет түбірі, ші, жұрнақ. Бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды. Біл, білім, білімді. Білгіш, өнер, өнерлі, өнерпаз. Келесі 23-ші жаттығу. Жас атаулардың өсу ретімен қарай жүйелеп жаз, түбірлес сөздерді ата. Келесі 25-ші жаттығу. Суретке қара, түбірлес сөздерді оқы. Өзіндік жұмыс және үйге тапсырма.